Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, мамық үлпілдек болып шығатын шоколадты кекстер дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен шоколадты маффиндерді де дайындауға болады. Ең алдымен барлық құрамын толықтай өлшеп дайындап аламыз. Ол үшін бізге 170 мл сүт, сары май, 70 грамм сары май, 2 жұмыртқа, қант 120 грамм, өсімдік майы 50 мл, және тұз жартас қасық, 2 шай қасық разрыхлитель, сосын какаодан 50 грамм какао керек, және 250 грамм ұн. Алдымен құрғақ массаларымызды біріктіреміз. Ұнға какаомызды қосамыз. Сосын разрыхлителімізді қосамыз. Венчиктің көмегімен жақсылап берік массаға араластырайық. Бұны шетке алып тұрамыз да, таза мискамызды аламыз. Және 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне 150 грамм қантымызды және тұзымызды қосып, миксермен массамыз аппақ болып ағарып, өзінің көлемін 2 есе, 3 есе ұлғайтқанға дейін араластырамыз. Енді осы массаға сұйық майымды, сүтімді және ертіп алған сары майымды қостым. Венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне құрғақ массамызды електен өткізіп қосамыз. Мен 3-ке бөліп қосып жатырмын. Сіздерде 2-ге 3-ке бөліп қоссаңыздар жеңіл болады және арасында түйіршіктер қалып қоймайды. Венчикпен араластырып біріктіріп алғаннан кейін миксермен ең төменгі жылдамдықта тағы да бір араластырып аламыз. Дайын массамызды кекстің қалыптарына 2 қасықтың көмегімен бәрін орналастырып шығамыз. Және бұл жерде менде 15 кекс қалыбы болды. Және 180 градус температурада 10-15 минут пісіріп аламыз. Міне біздің кекстеріміз дайын болды. Енді қалыптарынан босатып ыдысымызға салып аламыз да, үстін керегімізше өзіміздің қалауымыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен бұл жерде қант ұнтағын септім. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бұл өте дәмді болады. Қазір мен сіздерге бөліп көрсететін боламын ортасын. Осы рецептпен жасалған кекстер өте мамық, үлпілдек, әр дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріп, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.